Бадамша мектеп бөбекжай бақшасы. Номері 3 бастауыш сынып кабинетіне бірге шолу жасайық. Бастауыш сынып кабинеті оқушылардың білім алуына, шығармашылықпен айналысуына қолайлы орта ретінде ұйымдастырылған. Кабинет кең, жарық және қауіпсіз. Баланың жас ерекшелігіне сай безендірілген. Әр бұрыштың өзіндік мақсаты бар. Ұлттық бұрышта қазақ халқының салт дәстүрлері мен мәдени құндылықтары көрсетілген. Табиғат бұрышында бөлме өсімдіктері орналастырылған. Кітап бұрышы оқу мәдениетін дамытуға бағытталған. Мұнда балаларға арналған қызықты кітаптар, қазақ ертегілері мен танымдық әдебиеттер, ертегілерді сахналауға арналған түрлі ертегі кейіпкерлері маскалары, оқуға қолжетімді электронды кітапхана орналасқан. Шығармашылық шеберхана бұрышы оқушылардың шығармашылығын дамытуға арналған. Мұнда сурет салуға, мүсіндеуге, аппликация жасауға арналған материалдар, әртүрлі қолөнерге қажетті құралдар, көңілді үзіліске арналған асық ойындары, тағы да басқа ойындары бар. Асық ойыны оқушылардың ұлттық құндылықпен жақындасып қана қоймай, қол координациясын, дәлдігін, ойлау жылдамдығын дамытады. Бұл бұрышта балалар сабақ арасындағы үзілістерді қызықты әрі пайдалы өткізе алады. Танымдық қабілеттерді арттыру бұрышында балалардың логикалық ойлауын, зейінін, есте сақтау қабілетін дамытатын түрлі құралдар мен ойындар бар. Құрастырғыштар, логикалық пазлдар, білімді тексеру карточкалары, математика және тілдік дамыту ойындары. Бұл құралдар оқушылардың оқу үдерісін қызықты әрі тиімді етеді. Қауіпсіздік бұрышында мектеп ережелері, өрт қауіпсіздігі, жолда жүру тәртібі және алғашқы көмек туралы көрнекіліктер бар. Оқушылар өз қауіпсіздігін сақтауды үйренеді. Кабинеттің қабырғаларында бастауыш сынып оқушыларына арналған түрлі танымдық стендтер ілінген. Бұл стендтер оқу материалын тез меңгеруге, есте сақтауға және білімді қайталауға көмектеседі.